vision. Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы және де мен Денис Алиханов. Мына дамыған заманда бәрімізде де смартфон бар. Ал сол смартфонды таңдайтын кезде, яғни сатып алатын кезде қандай жерлеріне мән берген дұрыс? Мен бүгін сіздерге осы жайлы кеңестеріммен бөлісетін боламын. Ендеше кеттік достар. Қымбат смартфондардың еш міні жоқ, ойланбай ала берсеңіз болады. Бірақ та көп адамның қалтасы көтере бермейді. Сондықтан да арзан смартфондарды алып жатады. Сол смартфонды алып жатқан кезде қай жеріне мән беру керек? Ең алдымен смартфонды сатып алатын кезде сатушыдан характеристикасын сұрап алыңыздар. Сатушы сізге өзінің смартфонын өткізуге тырысады. Ол сізге жақсылық ойламайтыны анық. Ең алдымен камерасына тоқталсақ, барлық адам сурет, видеоның барынша качестволық шыққанын қалайтын шығар. Сіз сатушыдан сұрап алыңыз, қанша мегапиксельді. Егер артқы камерасы 8 мегапиксельден жоғары болса, ол өте качестволы жақсы суретке түсіреді. Ал алдыңғы камерасы 5 мегапиксельден төмен болмауы керек. Кемінде 8 мегапиксель болса, бұл өте керемет түсіреді. Көптеген программаларды жүктеп, ойындарды сүйіп ойнайтын болсаңыз, смартфонның жадына мән бергеніңіз дұрыс. Кемінде 16 гигабайттан төмен болмауы керек. Ал қосымша жады озу 2 гигабайттан төмен болмағаны жөн. 16 гигабайттан жоғары болса, сіз үлкен көлемдегі ойындарды еш ойланбай жүктеп ойнай аласыздар. Және де телефонның процессорына мән бергеніңіз жөн. Процессоры қаншалықты жоғары болса, телефоныңыз соншалықты жылдам жұмыс жасайды. Кемінде 4 ядролыдан жоғарырақ болуы керек. Интернетте көп отыратын болсаңыз, телефонның қуаттылығына да мән беріңіз. Бәрі де телефонның қуаты көпке жеткенін қалайтын шығар. Сіздің телефоныңыздың қуаттылығы қанша жоғары болса, сіздің телефоныңыздың заряды соншалықты көпке жетеді. Кемінде 4 мегаампер сағаттан төмен болмауы керек. Және де смартфон таңдар кезде телефонның экранына да мән беріңіз. Экраны оригинал емес екеніне. Оны қалай ажыратады? Оригинал дисплейді бірден байқауға болады. Суреттің анықтығы, цветтердің қанықтығы, және де экранды қай жағынан қараған өзінде де дисплей анық көрінуі. Ал оригинал емес дисплейді қалай анықтайды? Видеоны көру барысында видеоның бұлдырлауы, және де экраны көбінесе көгілдір, темный болып тұрады. Көшірме дисплейдің сезгіштігі өте аз болады. Және де экранды басқан кезде қолдың ізінің қалуы, шеті басылған кезде цветтердің өзгеруі. Бұл экранның оригинал емес екенін белгісі болады. Және де телефон алар кезде оның сертификаты мен кепілділігін қоса алыңыз. Телефон таза компаниядан шыққан болса, оның кепілділігі міндетті түрде болады. Бұл не үшін керек десеңіздер, телефоннан ақау шығып, параметрлер жұмыс жасамай қалған кезде сатушыға алып барып кепілін көрсетесіздер. Сіздерге смартфонды ауыстырып немесе жөндеп береді. Смартфонның түрлері өте көп. Соның ішінен ең жақсысын таңдау өз қолыңызда. Бүгінге осы достар. Әдеттегідей лайк басамыз, каналға жазыламыз. Және де төбедегі колокольчик белгісін басуды ұмытып кетпеңіздер. Біздің келесі видеомызды жіберіп алмайтын боласыздар. Аман саулы күнде кездескенше, қош сау болыңыз.